сұрайын. Bir амандасып алайық. Жақсы. Балалар, қазір бәріміз өзіміздің бастапқы есімізге байланысты өзіміздің тек қана жақсы қасиеттерімізді айтамыз. Мысал ретінде айтқанда, мысалы мен аяғымын, мен әдемімін деген сияқты бас әріпке байланысты жақсы қасиеттерін айтамыз. Аяғы бастайық. Мен аяғымын ақылым. Жақсы. Мен аяғымын. Жақсы. Әдемі. Мен әдемі. Атмосфера әдемі. Ой, керемет. Мен әдемі. Әдемі. Жақсы. Аха, жақсы. Дәстүрге. Мен әдемі. Күшті, керемет. Дәстүрге. Мен әдемі, мен жақсы боламын. Жақсы. Мен жақсы боламын. Жақсы. Мен мұхаммедпін. Жақсы. Абдулlah. Мен Абдуллахпын, өте ақылдым. Мен елдерім, мен тәртіптім. Жақсы, керемет. Мен сыпталым, мен сыпайым. Керемет, жақсы. Мен жәшкемін, мен сыпталым. Мен тәпсәрім, күліктімін, және көркемін. Керемет. Мен әмерланмын, мықтымын. Керемет. Мен әмерлімін, бүкірмен досым. Керемет, қалай керемет? Мен айырымын, мен айырыспын. Жақсы бала. Барлықтарыңыз орныңызға отырасыз. Жақсы қажет. Ал бала, егер бір тапсырма берді, кім айтады? Егер қандай тапсырма берді? Ал аяқ айта ғой. Қазақстанның экономикадағы жетістіктері. Барлығы сабаққа дайынбыз ба? Жақсы. Балалар болатын болса, үй тапсырмасын мен сұрап алайын. Үй тапсырмасын сендерге микрофоннан сақтап сұраймын. Барлықтарынан сұраймын. Тек сұрақ қоямын. Бірге мына микрофонды апарып беремін. Сол балалар ғана сұраққа жауап береді. Ал қалғанымыз білсек те қолымызды көтеріп отырамыз. Жақсы. Ондай болатын болса мен бастайын. Балалар, КСРО мемлекетіне, КСРО-ның құрамына қанша мемлекет кірді? Кім айтады? КСРО-ның құрамына қанша мемлекет кірді? Аяқ айта ғой. КСРО құрамында 15 мемлекеттен астам мемлекеттер бар. Дұрыс па жауабы? Жақсы. Ал енді балалар, осы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап, Қазақстанда қандай зауыттар ашыла бастады? Қандай зауыттар ашыла бастады? Кім айтады? Мұны жақтан сұрайын. Жантөре, айта ғой. Қазақстанда теміржол заводы, машина заводы. Дұрыс па бала жауабы? Жақсы. Балалар, осы біздің қазақ жерінде қай ғасырдан бастап, қандай емес балар, қай ғасырдан бастап жаңағы зауыттар ашыла бастады? Үшінші қатардан сұрайын. Ал, Данил. 20-шы ғасырдан бастап Қазақстанда завод ашты. Дұрыс па жауабы? Жақсы. Балалар, өзімізге танымал, қазір біздің пойызда айдап жүрген Тальга вагоны бар, сол қай қалада ең алғаш ашылды завод? Қай қалада? Кім айтады? Кім айтады? Ал, Елдар. Нұрсұлтан қаласы. Дұрыс па? Керемет жауап. Жақсы. Енді бала бәрімізге өзіміз білеміз, әке-шешелеріміз бәрі бізде машина айдайды, сол бізде Азия Авто деген зауыттан шыққан. Қазіргі заманда сол Азия Автода қаншаға жуық машиналар шығарылады? Кім айтады? Ал, әден айтқыш? 10 мың аса автокөлік шығарады. 10 мыңнан астам. Дұрыс па бала жауабы? Жақсы керемет. Енді барлығымыз жеп жүрген рахат конфеті бар, бала? Соның өнімдерін қай мемлекетке, қала емес мемлекетке өндіре бастады? Кім айтады? Жауап? Жантөре. Ресей, Германия, Қытай, Өзбекстан, Тәжікстан. Сен барлығын айттың, молодец, жақсы. Жауабы дұрыс па, бала? Жақсы. Енді балалар, барлығымыз білеміз, әділдік және ал балалар, әділдік және жауапкершілік дегенді қалай түсінеміз? Кім қалай түсінеді? Әділдік және жауапкершілік деген. Кім айтады? Ал,
Kalsaymak kerak. Adillik degan tushunasizmi? Bolalar, adillik және жауапкершілік деген ұғымды қалай түсінеміз? Kalsaymak kerak. Adillik және жауапкершілік дегеніміз әділдік деген адам өз-өзіне әділ болу керек. Жақсы. Ал жауапкершілік деген адам біреу сұрақ қойған кезде жауапкершілікті болу керек. Жауапкершілік жауап беру. Бір өте керемет жауап берген. Бала тағы да қосарларың бар ма? Жоқ. Тағы кім не айта алады? Жақсы. Олай болса бүгін балаларымыздан өтетін тақырып Қазақстанда ғылымның дамуы, яғни Қазақстанда қандай ғылымның дамуы келеді және оған кімнің еңбектері зор. Бүгін біздің өтетін тақырыпта Қаныш Сәтбаев жайында өтетін боламыз. Өтпес бұрын жаңағы өзіміздің тобымызда қалай отыратынымызды шешіп алайық. Ол үшін барлығынан ішінен өздеріне бір жаңағы мынандай қағазды таңдаймыз, жай ма? Біреу. Таңдай. Жақсы. Таңдай қой. Жақсы, таңдай қой. Таңдай қой. Алшы дейсіз. Ала қой, тез ал. Жақсы. Таңдай қой. Жақсы. Таңдай қой. Таңдай қой. Babamızla жетті ма? Балалар, қызыл түскен балалар мына қатарға, көк түскен балалар мына қатарға, мынандайды жасыл түскен балалар жаңағы мына қатарға отырамыз. Кімге жасыл түсті? Көрсетсінші қолда көтер. Жасыл түскен балалар мына қатарға тез отырамыз. Орнымызды ауысып топқа бөлінеміз. Тез балалар. Жасыл кімге түсеміз? Көп мына жаққа отырады. Балалар, бәріміз топқа бөлініп отырып болса, өз топтарымызға тез арада ат қоямыз, және команда капитанын таңдаймыз. Келерек, 1 минут уақыт береді, және тез ақылдасамыз, және команда капитанын таңдаймыз. Кім болды? Сендердің тақырыптары алғанлары. Жақсы, команда капитаны кім? Орнында. Екінші команда капитаны бізде жалып жақсы. Қайда ғой? Сұңқар. Команда капитаны? Айыр. Яғни үшінші қатарды айыр ал. Жақсы. Балалар енді қазір барлығымыз осы команда капитандармен бірге жарысамыз. Балалар команда капитаны өз балаларды жинақтап отырамыз. Ал қазір барлығымыз бөлек. Барлығымыз телеэкранға көре бөлек. Сөйлемейміз, тек қана көреміз. Жарай ма? жылы 17 сәуірде Қазақ даласында тау қыраттарды аралап түрлі тас жинағанды ататын ерекше бала дүниеге келді. Оның есімі Ғабдулғани. Анасы оны Ғани, Ғаныш деп еркелете келе Қаныш атап берді. Қаныштың алғыр болған сонша ауылдың 4 жылдық мектебін 2 жылда бітірген. Бала осы өз қалауымен білім болып қалаға аттанды. Бозбала Қаныш семейде семинарияда оқып жүргенде жазушы Мұхтар Әуезовпен кездеседі. Содан бастап олар өмірлік жан достар алды. Қаныштың беймәлім сала
өтеміз. Студент Қанышқа Томск қаласының кітапханалары ерекше әсер етеді. Осы жерде Қаныш өз білімін тереңдете түседі. Оқуды бітіргеннен кейін Қаныш 15 жыл жезқазғанда жұмыс істеді. Осы уақыт ішінде жер қойнауындағы қазба байлықтардың қорын есептеп, таралу заңдылықтарын анықтады. Тұңғыш рет қазақ жеріндегі пайдалы қазбалардың картасын жасады. Сәтбаевтың арқасында бірегей жезқазған мыс кен орны ашылып, осы саладағы көш бастаушы болды. Осылайша Қаныш қазақтан шыққан бірінші тау-кен инженер болып жатады. Әлемде мыңнан астам минерал түрлері болса, оның жартысы қазақ жерінде кездеседі. Осыған көз жеткізген Қаныш минерал жинауға қатты әуес болды. Оны зерттеп қана қоймай өңдеп, неше түрлі бұйымдар жасады. Сонда минералдан жасалған шахматты әлемдік тарихи тұлға жабағарлар беруге сыйға тартады. Қаныштың қоғамдық ағарту жұмыстарында атқарған еңбегі өте көп. Ол қазіргі ұлттық ғылым академиясының құрылуына, геологиялық ғылымдар институтының ашылуына себепші болды. Ұлттық техникалық университеттің өркендеуіне қосқан үлесі үшін ол Қаныш Сәтбаевтың атымен аталды. Академик Қаныштың ең ірі жобасы Ертіс-Қарағанды каналы. Ол ертістің суын Сарыарқаға, яғни Екібастұз, Қарағанды және Теміртау қалаларына жеткізу жұмысының басында жүрді. Содан бері орталық Қазақстан аймақтары суға кенеліп келеді. Ол керемет математик болып кетуге мүмкін еді. Оған мысал Қаныш Имантаевтың жазған алгебра оқулығы. Ол небәрі студент кезінде орыстың шетелдік оқулықтарын зерттеп, әлемдік дәрежедегі қазақша математикалық оқулық жасап шықты. Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынбор қаласына барып, ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлына тапсырған. Сондай-ақ Қаныштың өнер шебері болу мүмкіндігі де болды. Ол жастайынан жыршы жыраулардың арасында өсіп, ән жырды жаяу болса, естайлардың өзінен тікелей үйренді. Қазақтың ән мұрасын жинаушы Александр Затаевич Қанышпен кездесіп, оның аузынан 25 қазақ әнін, олардың шығу тарихын қағазға түсірді. Қаныш Сәтбаев Англияға сапары барысында әйгілі саясаткер Уинстон Черчилльмен кездеседі. Ол Қанышқа қарап, қазақтың бәрі сіздей алынбай тамырдай сұрады. Сонда Қаныш, ол не дегеніңіз, Черчилль мырза, олай емес. Мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын, халқым менен де биік деп жауап берді. Қаныштың ғылымға сіңірген еңбегі ерекше бағаланып, Қаратауда табылған жаңа минералға Сәтбаев аты берілді. Сондай-ақ академик Сәтбаев атты гладиолус гүлі де бар. Ал жоғары Алатауындағы Сәтбаев мұздығы ғалымның есімін одан сайын биіктете түсті. Кеңестік астроном Николай Черных қазақтың ғалымының құрметіне жаңа ашқан астероид, яғни кіші ғаламшарға Сәтбаев атын берді. Қаныш Сәтбаев отының болашағы үшін көптеген ұлы істер жасады. Оның геология ғылымында ашқан жаңалықтары мен жасаған жүйелері әлі күнге дейін қолданыста. Қаныш Сәтбаев есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған. Жақсы түсіндік па? Қаныш Сәтбаев кім болады сенде? Қаныш Сәтбаевтың шын есімі кім? Ол көтіп айтамыз, сіздің шын есімі кім болыпты? Балалар, түсіндік па видеоны? Енді Қаныш Сәтбаевтың шын есімі кім екен? Жақсы. Қаныш Сәтбаев кіммен дос болған? Мұхтар Әуезов. Қандай еңбектер жазасыз? Жақсы. Ал балалар, барлығымыз кітапқа көңіл бөлейік. Бізде Қаныш Сәтбаевтың жаңағы еңбек жолдары бізде кітапта берілген, иә? Соны тез арада оқып шығамыз. Ең бірінші бізде оқиды аяғы оқысын. Қалғандарымызды тыңдаймыз. Қазақстанда 1906 жылы ғылым академиясы ашылды. Ғалым Қаныш Сәтбаев оның тұңғыш лицензиясы болды. Биология, медицина, тарих, археолог тілі, әдебиет, өнер және экономика тағы басқа салаларда ғылыми зерттеулер жүргізді. Ғылымдағы жетістіктері өндіріске енгізілді. Жақсы, керемет. Қазір оқыды. Астында бастап елімізде ғылымға басып
Жақсы, керемет, әдемі оқи ғой. Çalışmalar örgütlendirdi. İşin teknik sahasında kontrol қолға алынды. Жақсы, керемет. Барлығымыз қанша пәшеге түсіндік па? Олай болса бәріміз қазір ойнаймыз, иә? Ол үшін қазір барлығымыз Микки Маус ойын ойнаймыз. Микки Маусқа біз дұрыс жауап беру керекпіз. Әр команда шуламаймыз, тек қана білетін сұрақты оқимын, білетін жауаптары болса басамыз, жарай ма? Қай топ бірінші баса, сол топқа әр сұраққа 10 пайда беріп отырады. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Жақсы, ойынды бастайық. Мен сұрақты оқимын. Қай дұрыс жауап бар? Қазір емес ашылды. 19. Қазақстанда қай жылы ғылым академиясы ашылды? А. 1946, Б. 1991 жыл, В. 1945 жыл, Г. 1963 жыл. Қай жыл? Қол көтеріп айтамыз. 1946 жылы алғы командасына 10 ұпай. Жақсы. Екінші сұрақ бар. Қазақстанда ашылған ғылым академиясының алғашқы президенті кім болды? А. Қаныш Сәтпаев, Б. Ыбырай Алтынсарин, В. Серік Сәтпаев, Г. Абай Құнанбаев. Жүйрік тобына 1 ұпай. Қазақстанның ғылыми академиясының қандай салаларға ғылыми зерттеулер жасалды? А. Информатика, математика, Б. Биология, археология, В. Қазақ тілі мен әдебиет, Г. Жалпы теория. Ал Б. Биология және археология. Жауап дұрыс. Жақсы, отырады. Қай ғасырдан бастап ғылымға аса мән бере бастады? А. 22-ші ғасыр, Б. 21-ші ғасыр, В. 11-ші ғасыр, Г. 12-ші ғасыр. Балар алдығы. 12-ші ғасыр? Иә? Сыңғала, кім жауап берді? Қайсы? 21-ші ғасыр. Балар, мен сұрақты оқымай жатып, көзіқтері баса бермеймін, жарай ма? Жақсы. Еліміз қандай өнімді аяқталды? Жүйрік тобы 50 ұпай, алға тобы 40 ұпай, сұңқар тобы 30 ұпай. Келесі тақырыбында жаңа алдыға шығамыз. Балалар, сендер жаңағы шуласаңдар ұпай сандарын алыңыздар. Естерде болсын. Жарай ма? Ал енді балалар мынандай тапсырма. Бізге көжекті тамақтандыру, көжекті жолдың шетіне өткізу керекпіз. Ол үшін 3 команда қарсылас командаға сұрақтар, 3 сұрақтан құрастырады. Қай команда сұраққа жауап береді, сол команданың ғана көжегі алға қара жылжиды. Түсінді ма? Мысалы, сұңқар тобы 3 сұрақ құрастырады да, сұрағын бірінші топқа қояды, жүйрік тобына қояды. Түсінді ма? Жүйрік тобы сұраққа жауап береді. Егер жауабы дұрыс болса, көжекпен секіріп өтеміз. Егер жауап дұрыс болмаса, көжек сол жерде қалады. Түсінді ма? Жүйрік тобы алғы тобынан 3 сұрақ құрастырады. Сол 3 сұрақ құрастырған кезде сұрақтары, жауаптары дұрыс па, дұрыс емес пе қараймыз. Осы тақырып бойынша алғы тобы сұңқар тобына сұрақ құрастырады. Жақсы ма? Енді барлығымыз орнымыздан отырып команда болып 3 сұрақ құрастырайық. Оған 2 минут уақыт беріледі. Ал бұл сұрақтарымыз дайын ба? Секретеміз ба? Үйіне жеткіземіз ба? Онда сұңқар тобы орнынан тұрайық. Жүйрік тобына сұрақ қойайық. Қанша пайда жылы болды? Қай жылы? Эфирде, иә? 18-98 жылы. Дұрыс па жауабыңыз? Қанша пайыздың шыны аты кім? Қанша пайыздың кіммен дос? Қанша пайыздың кіммен дос болды? Кіммен дос болды? Әден адам сауалды ма? Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Дұрыс кеткен жауабы? Дұрыс, жақсы. Енді жүйрік тобы
сұрақ қойсын. Қазақстанда қай жылы академия ашылды?